Ғұсыл алған уақытта 11 нәрсе парыз деп жатыр. Ғұсыл алған уақытта 11 нәрсе парыз. Жаттап алыңыз. Ең бірінші ол ғасру әл-фәм. Ауызды шаю. Уәл-әнф, мұрынды шаю. Уәл-бәдәни марратан, және де толығымен денені бір мәрте жуу деп жатыр. Уәдәхили құлфәтин ла усра фи фасхиха. Енді қандай да бір мұсылман ер адам сүннетке отырмаса, ондай жағдайда сол терінің ішінде жуу керек. Уасурратин, кіндікті жуу керек деп жатыр. Уасуқпин ғайри мұндом, және қандай да бір жерінде жарақат болып, сол жарақат жазылып кеткеннен кейін шұңқыр пайда болады. Сол шұңқыры жабылып қалмаса, сол шұңқырлардың да ішін естеу керек, жуу керек, суды жеткізу керек. Ер адам мысалға шашын өсіріп, оны өріп алатын болса, өрілген шаштың арасын толығымен жуу керек. Мысалға бір ер адам шашын өріп алды. Оған не істеу керек? Шашын өріп алса да, оған толығымен шашын ағытып, суды шаштардың арасына жеткізуі керек. Ләл мадфур мин ша'рил мар'a. Бірақ әйел адамға міндет емес дейді. Мысалға әйел адам өзінің ғұсылы бұзылмай тұрып, шашын өріп алды. Кейін барып, енді ғұсыл алайын деп тұр. Ондай жағдайда шашын ағытпастан тек қана басының түбіне ғана суды апарады, қалған денесін толығымен жуады. Шашының түбіне су жетсе болды деп жатыр. Мына өріп тұрған шашты жуу парыз емес. Енді мынандай бір сұрақ болуы мүмкін. Мысалға әйел адам лақпен қатырып алса шашты, өрмей қатырып алатын болса, ондай уақытта жуу керек деп айтқан ғалымдар. Бұл тек өрілген шашқа қатысты. Уа башаратил лихя, мысалға сізде сақалыңыз болса, онда сақалдың несіне дейін, терісіне дейін суды апару керек деп жатыр. Мысалға біз дәрет алған уақытта сақалымыз қалың болса, тек қана сыртын жуу бізге парыз. Бұл дәретте түбіне дейін апару не емес, парыз емес. Ғұсылда түбіне дейін апарасыз, терге дейін апарасыз. Уа башарати шариб, мұрттың да терісіне дейін апару керек. Тек сыртын ғана жумайды. Уал хаджиб, қастың несіне дейін, терісіне дейін апару керек. Сондай-ақ әрует мүшесінің сыртын толығымен жуу керек деп жатыр. Міне осы 11 парыз ғұсыл алған уақытта орындалуы керек.